тиктокта алмаған ас болсын атымен танылған блогер Айгүлдің үйіне қоныстойға барған болатынбыз. Үйіне аман-есен жетіп алдық. Мінекей образым осындай. Алдыңғы видеода да айтқан болатынмын. Ыдыстары пустой деп жазбаңыздар. Бұл жартылай дайындап қойған кезі. Біз просто өзіміз ерте барып алғанбыз ғой. Қыздар кезек-кезек өз сыйлықтарын әкелген болатын. Оның үстіне шашуларын да шашты. Бір тәтеміз шашудың патологын қойып, мына жерде мерси шашып жатыр ғой. Бәріміз аман-есен төрт көзіміз түгел болып жиналып болғаннан кейін кезек-кезек қыздар өздерін таныстырды. Бұл жердегі кейбір қыздар блогтарын жаңадан бастап жатыр, ал кейбір қыздар блогтарын біраз уақыттан бері жүргізіп жүр. Бәріміз бір-бірімізден жақынырақ танысып болғаннан кейін ыстық тамақта пісіп, осылай ортаға әкелінген болатын. Барлық тамақты да, самсаны да, тіпті салаттардың барлығын Айгүлдің өзі дайындаған екен. Кешіміз әрі қарай ойынмен жалғасты. Осындай шариктарды қабырғаға іліп, әрқайсымыз шарикті жарған кезде ішінен сол қағазда жазылып тұрған затты бізге сыйлық ретінде берген болатын. Ал мен болсам қай шарикті жарам деп білмей ойланып тұрдым да, сөйтсем жерге бір шарик түсіп кетті, соны жара салайыншы деп жардым. Бәріміздің жинаған ақшамызды осылай Айгүлге табыстаған болатынбыз. Бір қуанып қалды. Арнайы жасалған тортпен де шай іштік. Одан әрі қарай тағы да ойындар ойнаған болатынбыз. Қыздардың көбісі алыста тұратын болғандықтан ертерек қайтып кетті, ал мына жерде өзіміз отырып шай ішейік деп 5-6 қыз қалды. Парақшама тіркелуді ұмытпа.